Сәлеметсіздер ме, құрметті отандастар. Бүгін аритмия және аритмияны амбулаторлық жағдайда емдеу туралы қысқаша мәліметпен таныстырамын. Аритмия дегеніміз бұл жүрек соғысының жиілігінің, ырғағының, жиырылуының бұзылуы. Қалыпты жағдайда жүрек 60-тан 80 ретке дейін 1 минутта соғатын болса, осы қалыпты жағдайдан ауытқуын аритмия деп атаймыз. Аритмияның туа біткен түрі жүректің туа біткен ақаулары кезінде және жүре пайда болатын түрлері болады. Аритмияның пайда болу себептері көптеген факторларға байланысты. Ең бірінші ол зиянды әдеттер, спортпен шұғылданбау, темекі шегу, алкогольді сусындарды пайдалану, құрамында кофеині бар энергетикалық сусындарды пайдалану, стресс, бір орында көп отыру, семіздік, жүрек қан тамыр аурулары, қалқанша безінің аурулары, бүйрек үсті безінің аурулары, мидың қатерлі ісігі, қант диабеті, гипертония және миокардтағы калий, натрий, кальций деңгейінің бұзылуы. Бұл аритмияның пайда болғанын қандай белгілері бар? Бірінші, жүрек соғысының жиілеуі, жүрек соғысының баяулауы, ентігу, тершеңдік, есінен тану, немесе есінен танатын сияқты сезімде болу, тыныс тарылу, ауа жетпегендей күйде болу, әлсіздік, көп тершеңдік байқалады. Осындай жағдайларда не істеу керек? 3 нақты қадам жасау керек. Бірінші, жақын жердегі, тұрғылықты жердегі емханаға тіркелу. Екінші, диспансерлік есепке тұру. Үшінші, дәрігердің нұсқауымен берілген дәрі-дәрмектерді дәріханаға барып, рецепт бойынша жеке басын куәландыратын құжатпен барып алу. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі аясында аритмияны емдеу үшін амбулаторлық жағдайда көрсеткіштер болған жағдайда қажетті сараптамалардан өткеннен кейін 7 түрлі таблетка немесе капсула түрінде дәрі-дәрмектер тегін беріледі. Оны қандай жағдайларда? Аритмияның көптеген түрлері бар. Солардың ішінде жүрекшелердің фибрилляциясы, тұрақты, пароксизмалды, персистерлеуші түрі және радиотолқынды абляциядан кейін тағайындалады. Бұл дәрілерді алу үшін жоғарыда аталған қадамдарды жасап, ай сайын немесе дәрігердің нұсқауымен қажеттілігіне қарай ұзақ уақыт ішетін болса, ай сайын қажетті нұсқауларын орындап, қатаң түрде қабылдап отыру қажет. Аритмияға шалдықпау үшін халыққа айтар кеңесім: салауатты өмір салтын ұстаныңыздар, зиянды әдеттерден аулақ болыңыздар, далада таза ауада көбірек серуендеп, пайдалы тағамдарды тұтынып, дәрігердің рұқсат берілген тағамдар түрлерін көбірек пайдалануға тырысыңыздар. Осымен бүгінгі аритмия және оны амбулаторлық емдеу туралы қысқаша мәліметім аяқталды. Аман сау болыңыздар.